Бисмилля, ассаламу алейкум. Қалайсыздар? Бүйегіміз Түркістан YouTube каналының тұрақты көрермендері. Осы бүйегіміз шылаушын бизнесімен айналысушы өзіме фермер серіктестер. Сіздерге келесі көрсететін видеомыз біздің осы қарбыз көшеттеріне берілген гербицидтен кейін ажық болған. Сол ажыққа сүйық бүйегіміз берілген. Сүйық бүйегіміздің нәтижесімен бөлісейік деп сіздерге осы видеоны шығаруды жөн көрдік. Біздің Берік деген ағамыз, серіктесіміз, сол кісі өзінің бауырына осы бүйегімізді ұсынған. Сол сүйық бүйегіміздің нәтижесімен сіздерден бөлісуді жөн көрдік. Көріңіздер, тамашалаңыздар. Сүйік бүйегіміз, қою бүйегіміз шылаушынға Қазақстанның кез келген өңірінен тапсырыс қабылдаймыз. Ассаламу алейкум. Мен қазір мінекей мына бір егіннің басына келіп тұрмын. Әл-Фараби деген менің бөлім. Осы қарбыз еккенін 1 гектарына. Сол кешегі сұрап атқаным осы ғой. Содан әбден зерттеген, бұл өзі білетін жігіт. Менен сұрағанда таңғалғам негізі. Сөйтсем кеше әбден ойланып таптым дейді. Мына ортасына гербицид шашқан ғой. Шөп өлтіретін. Сол кішкене желмен аналарға тиіп, соның ауруы деп шешіпті. Енді соған мен ұсынғаным жаңа бүйегіміз, енді өзі де біледі ғой, көптен бері қолданып жүрген, бірақ басқалау түрін. Соған ем бактерияны 2-ге 1 қып, 2 бүйегіміз 1 литр бактерия мен қосып шаш деп отыр, немен капельнимен жіберем деп отыр. Қазір әкеп бердім, Алла қаласа. Енді осының нәтижесін 1 апта 10 күнде Алла қаласа тағы да болып жатса түсіріп көрсетуге тырысам. Себебі бұны анау тәжірибе болсын деп бөлісіп жатырмын сіздерге. Мінекей мынандай кішкене. Мынау екінші жағында жоқ, мына жағында ғана қойып тек қана, я? Квадрат емес, кейбір кустар тиген. Кейбір кустарға тиген дейді, аха. Соны жібереміз енді, көреміз иншалла. Ассаламу алейкум дихан ағайындар. Мынау өткен жолы Берік аға келіп видеоға түсіріп кеткен дарбыз ғой, ауырып тұрған гербицидный ажок болған ғой. Соның биомикс бердім, Байкал қосып, капельнімен тамырынан жібердім. Бүгін міне 6-шы күн. Мына көріп отырсаңыздар, міне жаңа жапырақ ашып отыр. Так, мына гүл бар ма? Міне. Гүл ашайын деп жатыр. Мына қураған жапырақтар міне арасында. 5-6 күнде осындай эффект болды. Міне қараңыздар. Мынау күйген жапырақтар өткендегі. Мынау міне жаңа жапырақтар. Биомикс пен Байкал. Так, міне. Күйген жапырақтар. Міне жаңа жапырақтар ашып отыр. Мына біреу гүлін ашып қойыпты уже. Мына күйген жапырақтар. Ауда гүл ашыпты. Міне бауырлар, шылаушын бағудағы негізгі мақсатымыз осы. Өсімдіктер әлеміне табиғи органикалық тыңайтқыш өндіру. Осы табиғи тыңайтқыштарды өсімдікке беру арқылы біз мол өнімге, табиғи өнімге қол жеткізетін боламыз. Біздің парақшаларымызға, Instagram, YouTube парақшаларымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, қолдауларыңызды аямаңыздар. Келесі видеода сүйік бүйегіміздің қалай жасалатыны жайлы әңгіме айтатын боламыз. Баршаңызға рахмет.